Сынып оқушылары, бүгін біз 5-те 10-шы жаттығуды орындаймыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал бастаймыз. Бірінші есепте бізге конденсатордың сыйымдылығы берілген 50 пикофарад, 500 пикофарад халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырамыз. Және де индуктивтілік берілген 20 микрогенри. Енді бізге толқын ұзындығы 1 және 2-ні табуымыз керек. Жалпы толқын ұзындығының формуласы ол С көбейтілген Т болады. Т дегеніміз ол период. Периодтың формуласын көбейтілген 2 пи түбірдің астында L С деген формуланы қолданады екенбіз. Енді осы формуланы толқын ұзындығы 1 үшін жазамыз. Яғни С көбейту 2 пи түбірдің астында L көбейту С1 болады. Енді мәндерін орнына қойып есептейік. Яғни С дегеніміз бұл жарық жылдамдығы, 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі, бұл тұрақты шама, көбейту 2 көбейту 3,14 түбірдің астында бізде 20 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі және 50 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі болады. Енді осыны ықшамдаған кезінде бізде жуық шамамен 60 метр шығады. Енді толқын ұзындығы 2-ні табу үшін дәл осы формуланы, бірақ мынау сыйымдылық 2-ні алады екенбіз. Сонда 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі көбейту 2 көбейту 3,14 түбірдің астында 20 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі көбейту 500 аламыз. 500 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі. Сонда жауабы бізде 190 метр шығады. Сонда жауабы 60 метр және 190 метр болады екен. Енді келесі есепте бізге толқын ұзындығы берілген және судағы сыну көрсеткіштер берілген. Енді бұл жерде айтады, бізге ең кіші жарық жылдамдығы, яғни жылдамдықты, судағы ең кіші жылдамдықты табуымыз керек, В кіші жылдамдықты табуымыз керек. Бірінші, мынау микросекундты, микрометрді айналдырып аламыз. Бұл 0,76 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр болады. Ал мынау 0,4 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі метр. Енді жылдамдықтың формуласы бұл В тең С бөлінген N деп тапсақ болады. Енді осы формуладан да біз біле аламыз, қайсысында аз болатын жылдамдықтың. Егер де мынау сыну көрсеткіші көп болса, онда жылдамдық аз болады деген сөз. Мына екі сыну көрсеткіштен мына екіншісінікі бізде көп болып тұр. Сондықтан бұның жылдамдығы аз болады деген сөз. Енді біз сол екінші сыну көрсеткіші бойынша жылдамдықты табамыз. Сонда 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі бөлеміз 1,344 тең болады. Калькуляторға салайық. Бұл 3 бөлеміз 1,344 тең болады 2,23-ке. Сонда мына жақта 2,23 көбейту 10-ның 8 дәрежесі метр секунд болады. Бұл кіші жылдамдық. Сонда жауабы лямбда 2-де кіші болады, жылдамдық кіші. Енді бізде радиолокатордан антеннасынан бағытталған толқын тарайды, нысанға барып, одан шағылады. Оған 200 микросекунд уақыт кетеді. 200 микросекунд дегеніміз ол 2 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі секунд деген сөз. Енді біз S-ті табуымыз керек. Ол бізде С көбейту Т бөлінген 2 болады. Өйткені бұл қашықтықты мына толқын 2 рет өтеді деген сөз. Барады, қайтып шағылып, қайтып келеді. Сондықтан біз оны 2-ге бөлеміз. Енді 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі көбейту 2 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі бөлінген 2. Мынау 2-лер қысқарады. Сонда бізде қалады 3 көбейту 10-ның 4 дәрежесі метр, немесе 30 километр қалады екен.